Қайырлы күн. Сіздермен бүгін тауық етін шұжық дайындаймыз. Бұл шұжық тіске басар ретінде де жүреді дастарханда, және де ыстық тамақ ретінде де жүреді. Өте дәмді шығады. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек. Содан кейінгі тұз, паприка, бұрышымыз, сәбіз кішкене, тәтті бұрыш, чеснок, укроп, осындай дәмдеуіш, сиырдың сосын аш шие керек, сосын сұйық майымыз. Енді тауықтың төс етін майдалап турап аламыз. Сіздер қолмен турасаңыздар да болады. Осындай керек мешелерін алып тастаймыз тауық төс етінің. Қаласаңыздар қосымша окорочка қоссаңыздар да болады. Осындай керек мешелерін алып тастаймыз. Енді дайындап алдым. Осыны енді кішкене ғана езіп аламыз. Өте қатты езіп жібермейміз. Қолмен турағандай етіп, ұсақтап езіп аламыз. Мінекей, көргендеріңіздей өте майдалған жоқпын. Енді осыған сәбізімізді қосамыз. Қаласаңыздар, қоспасаңыздар да болады, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен болады. Мен тәтті бұрыш қостым кішкене. Дәмдірек болсын деп. Енді укропымызды саламыз. Тұз, бұрыштарымызды саламыз. Және чесногымызды майда үкіштен өткізіп саламыз. Укроптың орнына кинза салсаңыздар да болады кішкене. Чесногымызды өткізіп алдыңыз. Енді осындай дәмдеуіш. Бұл дәмдеуіш міндетті түрде, өйткені бұл дәмін жақсы келтіреді. Тауық етіне арналған дәмдеуіш. Сұйық майымыз. Енді осыны әбден араластырып аламыз. Мінекей дайын. Осыны енді ішекке саламыз. Ішегіміздің бір басын байлап аламыз. Сиырдың аш шегі, қойдың аш шегіне салсаңыз да болады. Ол кезде майда спираль тәріздес болады. Бұл жерде мен сиырдың аш шегіне салдым. Енді нарада мен баклажканы кесіп салдым. Арнайы шприцтар болады, осындай салынатын. Сондаймен салсаңыз да болады. Болмаса осындай баклажканы кесіп салсаңыз да болады. Осыны толықтай салып шығамыз. Бұны енді майда болу үшін әр жерден осылай байлап аламыз. Бүтіндей пісірсеңіз де болады, колбаса ретінде. Байламай-ақ. Мен бір жолы байлап пісірейін деп жатырмын. Тіске басар ретінде қоюға.
мінекей осы ішектің бәріне салып, осылай етіп әр жерден байлап шығамыз. Мінекей дайын. Су құйып, үстіне 35 минуттай пісіріп аламыз. Лавровый лист салдым кішкене. Мінекей қайнап жатыр. Тесіп жібереміз қайнап жатқанда. Шұжығымыз дайын. Енді осыны кесіп бөліп аламыз. Содан кейін қуырамыз. Менде арнайы гриль сковородкаға қуырып жатырмын. Мінекей дайын. Арнама тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздер де дәл осы видеодағыдай жасап